Армысыздар, аса қадірлі көрермендер. Мен дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 9-шы В сынып оқушысы Ахметкәрім Ануар Бауыржанұлы сіздермен бірге өзімнің тұрғылықты мекенім Талғар ауданының экологиялық мәселесін қозғамақпын. Талғар ауданы 1928 жылы құрылған. Жер аумағы 3,7 мың км квадратты құрайды. Алматы қаласынан 25 шақырым жерде орналасқан 46,2 мың тұрғынды қамтитын аудан орталығы. Алматы қаласы мен Талғар ауданы жалғап жатқан Талғар күре жолының бойындағы жасыл желекті ағаштар кесілуде. Көлік, зауыт және де басқа да техникадан бөлінген улы газдарды тазартып, көркейтіп тұрған жасыл әлемнің кесілуі көңіліме қаяу түсірді. Ал ағаштардың кесілу себебі жолда кеңейту мақсаттарында үлкен көпірдің салуына байланысты делінген. Ата-бабаларымыз айтпақшы, бір тал кессең жүзін ек демекші. Құлпыра өскен ағаштарымыздың орнын көліктің көк түтіні мен қара тас алмастыра ала ма? Талғар ауданының проблемалары ағаш кесумен ғана тоқталмайды. Онымен қатар су проблемалары да бар. Талғар ауданының 46 ауылды мекені бар. Соның ішінде Бірлік ауылы мен Талбұлақ ауылын қақ жар бағып жатқан Талғар өзенінен барлығы ауыл суын тұтынады. Ал көріп тұрғандарыңыздай, халық өздерінің қалдық суларын мына сынды құбырлар арқылы өзенге ағызып жатыр. Ал бұл халық санасының төмендігін екенін дәлелдейді. Ал судың басына тоқталатын болсақ, көп тасталған қоқыстарға байланысты суды арнайы тазалау жұмыстарынсыз тұтыну мүмкін болмай кетті. Тіптен кейде сусыз қалатын күндерде болады. Тау басынан аққан минералдарға бай таза судың ағып келе лас болуына ешкім де көңіл бөлмейді. Және де жасыл табиғатта демалуға, саяхаттауға ашылған саябақтар мен көптеген жол жиектерінде тұрмыстық қалдықтардың жатуын шетте қалдыруға болмайды. Адам өзін қоршаған ортада демалып, артынан қоқыс шашып кетуі қазіргі таңда көтерілген басты мәселе. Бізге кішкентай кезімізден бері табиғатты ластамау, қоқыс шашпауды айтса да, үйретсе де адам санасына бәрібір де кірмейтін бе деп те ойланамын. Мысалға айтар болсақ, бір полиэтиленді пакет жерде 15-20 жылға дейін шірімей жатады. Ал бұл топырақтың өңделуіне және құнарлануына үлкен зиянын тигізеді. Бұл жағдаяттарды құзырлы мекемелерге жеткізіп, көптеген мәселелерді шешуге болады. Жоғарыда айтылған проблемаларды басты назарда ұстау азаматтық борышымыз деп санаймын.